Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кезекті біздің есеп беру күніміз. Жалпы қандай өзгерістер болды десеңіздер, біз аман-есен лайтбоксымыз орнаттық, оны көрсеңіздер болады осы жерде. Өте керемет шықты. Соған қатысты бір кішігірім тұңғыш біздің бір жарыс ұйымдастырдық Инстаграмда. Ол жарысымыз өте бір жетісті болды. Афроамерикалық достарымызбен ол сыйлықтарын табыс еттік. Құдайға шүкір, Инстаграмымызда өте керемет бір жетістіктерге жетіп жатырмыз. Кейін енді өткен аптада біз газетіміз шығардық. Екінші газетіміз біраз өзгешеліктер болып жатыр. Құдайға шүкір, жақсы бір темпті көріп жатырмыз. Алдымыздағы баспамызда бәлкім бет санын көбейтетін шығармыз. Себебі сұраныс біраз көбеюде. Соған байланысты біз офисімізді кеңейту мақсатында көрші бөлмемізді алып жатырмыз. Оған да қосымша кішігірім ақша төленеді. Дегенмен де енді біздің офисіміз, біздің жұмыс орнымыз кеңейіп жатыр. Құдайға шүкір. Одан бөлек біздің айтатын бір керемет жаңалықтарымыз, ол Инстаграм арқылы біз тұңғыш рекламаларымызды алып жатырмыз қазір. Өте жаймен бір жетістіктеріміз бар. Генеральный спонсор болатын адамдарға да өзіміздің коммерциялық предложение жібердік, қазір күтіп отырмыз. Қандай бір жаңалық болатын сіздерге міндетті түрде жеткіземіз. Бізден айырылмаңыздар. Енді жалпы EasyFood туралы айтатын болсақ, өткен жолы айттық қой, сіздерге міндетті түрде отчет береміз деп. Қазір әртүрлі бизнес бастағаннан кейін көптеген бір адамдарға үміт артып сенеміз. Ол өз үміттерін ақтамағаннан кейін Алматыда жаңағыдай кең таралған деп айтпасақ та, бір екі дүкеніміз бар EasyFood'тың. Соларды жапқалы жатырмыз. Барлығын біріктіріп, қаскелеңде үлкен бір базамызды, складымызды үлкейтіп, кез келген бір заказдарды ең аз уақытта жасау үшін соған кірудеміз. Оның ремонты әлі болып жатыр. Құдай қаласа, алғашқы аптада бітіп қалатын шығар. Сол кезде толығырақ сіздерге суреттерінің отчеттарын жібереміз. Сол сізбен бірге болған қуаныш, міндеттерге бізге жазылыңыздар. Қазір қарап отырсаңыздар, Инстаграмымызда QStory.kz-те уже кішігірім 1 минуттық қысқа роликтік сабақтар өткіземіз. Міндеттерде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.